Сәлем баршаларыңызға. Бүгін біз сіздермен білене дайындайтын боламыз. Жыртылмайтын тесік болып шығатын жұмсақ жұқа білене дайындаймыз. Маған тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ыдысымызға 1 литр сүтімізді құйып, 2 жұмыртқаны салып, жақсылап көпіртіп миксерлеп аламыз. Üstüne өлшеп сұйық майымызды қоямыз. Араластырып, құм шекер саламыз. Құм шекер ерігенше жақсылап миксерлейміз. Ұнымыз бен ас содамызды, жарты шай қасық ас содамызды салып, жақсылап миксерлейміз. Ұнды аз-аздан салатын боламыз. Қойы болып кетпеу керек. Толық рецепті описание бөлімінде қалдыратын боламын. Табамызды отқа қойып қыздырып аламыз. Егер таба жақсы қызған кезде біленелеріміз тесік болып шығады, әрі жұқа болады. Осылай құйып, айналдыра отырып барлық жеріне тигізіп аламыз. Шеттері қызарғаннан кейін екінші бетіне аударып, екінші бетінде қызарып пісіріп аламыз. Барлық біленелерімізді дәл осылай пісіріп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай тесік болды. Жұқа әрі. Менде 1 литр сүттен 30-35 білене шықты. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Өте жұмсақ, әрі жұқа, жыртылмайды, тесік болып шығады. Блинчиктерді пісіріп болдым. Не көріп тұрғандарыңыздай жұқа, тесік болып шықты. Енді ішіне қажетті затты саламыз. Өздеріңіздің қалағаныңызға байланысты не салсаңыз да. Мен творожный масса салдым. Өте дәмді болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Мен өзім сәндеп алдым. Егер рецептім ұнаған болса, міндетті түрде маған тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Басқа да рецептерді шығаратын боламын алдағы уақытта.